Сәлем оқырман. Арай мен Сержанның ара қатынасы тіптен біткені анықталды. Кеше болса Арай жаңа жігітін кішкене көрсеткендей болды. Және де жігіттің жақындарымен танысуда. Өзіне деп айтып жатырғанын сіздерге айтып берейін. Мен үшін ерекше күн болып жатыр, қаншама күн болды. Бүгін бұйыртса арыстанымның отбасымен танысуға бара жатырмын. Анасымен таныспын, енді қазір туған бауыры бар сестрасы. Сол кісімен танысуға бара жатырмын. Кешкі ас ішеміз. Всегда мен құр қол бармаймын ғой. Қолымда сыйлығым бар, күшті сағат алып бара жатырмын. Менімен кішкене қобал жуы бар, өзі 2 бауырға туған, сестрасы сосын өзі. Сестрасымен танысуға бара жатырмын. Сәттілік тілеп қойыңыздар. Арыстаным менің отбасымен таныс қой. Мамаммен, атаммен, сестраммен, әжемен танысты. Енді кезек маған келді танысатын деп жолға жүріп бара жатырып айтқан болатын Арай. Біраз уақыт өткен соң суреттерінде салған болатын. Кездесу жақсы өтті, альхамдулиллах. Шүкір осындай әдемі отбасы деп суреттерін салды. Солай енді Арай бақытты болсын, жаңа отбасына сіңісіп, ендігі ажырамасын дегім келеді. Енді пікірлерді оқып көрейік. Сержанды жаза бермеңдерші, әдемі жігіті бар екен ғой, біліп алдық бүгін. Бұлардікі тауық, махаббат па? Ажырасқаны кеше, уже басқа жігіттің ата-анасымен танысып. Жоқ, неге көргенсіз? Халыққа жайды Сержанмен үйленгенін. Үйіне кіргізді, тұрды, баласында таныстырды. Сосын айтады ғой, бір көрсетпей жүрсе ештеңе демейді, шынды ол. Мен де таң қалдым. Ол қалай деп әрі оңай ма сонда? Баласынан да ұят деп ойлаймын, әр еркекпен сенің әкең деп таныстыра берген бір түрлі шығар. Сержан дұрыс жігіт болса, әр қайсымен осылай жүрмес еді. Еркек жақсы болса тиген келіншек ешқайда кетпес еді. Сержаннан да болып тұр ғой, айырылған бойда не істеп жүр әр қатынның алдында. Ыржалақтап, қисандап, өзінше күштімін деп жүрген шығар. Ертеңгі күні ешкімге де керек болмай жалғыз қалып қояды ғой. Кеткен қатындардың қасында балалары бар, бұл жалғыз. Дейді оқырмандар.